Сөз тыңдайық. Бірде қаланың баласы ауылға нағашыларының ауылына барған екен. Сөйтіп келесі күні бала қойды көрмеген, жатып алып ұйықтаған ғой. Сонда қойдың алды ауылға барып, ортасы жолда қалғара өзінің айналасында жайылып жүр екен дейді. Сөйтіп алдынан ақсақалдар күтіп алып, ашуланып тұр екен дейді. Сөйтіп бала ұйқыдан тұрып, жаңағы қалған қойын ауылға айдап келе жатса, алдынан ақсақалдар күтіп алған екен. Әй бала, сені қоймалатып жіберсек мынауың деді. Сондағы жаңа бала қу болса керек, ақсақалға былай деген екен. Әй ақсақал, тойғандарын ауылға жіберіп тұрдым деді. Сол себепті тойғанымыз сыртқа шығып кетпейік, баршамыз жұдырық болып жұмылып, екінші дастарханды да жақсылап атқарып шығайық деген ниет қой әрине. Рахмет, енді осы екінші дастарханымыздың да шымылдығын ашып беруге осынау тойдың иесінің достары Маржан, Батима дейтін жандар болса, ортаға келіп тілектеріне келіп, тілегімізді арнайық. Келіңіздер. Маржан, Батима деген той иесінің достары. Жоқ бері алдаған, басусын неке зорлық. Рахмет. Қош келдіңіздер, қалауларыңызға гүл бітсін, жанарларыңызға нұр бітсін. Кімден бастаймыз? Мархаба. Құрметті құдалар, біріншіден айтайын дегенім, Гүлбарат Айтбаевна медицина университетінде бірге жұмыс істейміз. 15 жыл болды. Өзіміз курс болып кеттік, апалы сіңілі болып кеттік. Вкратце, как вы айтыңыз, мы северный заказать. Режиместе. Гүлбарат Айтбаевна 15 жыл болды. Персоналды басқару бөлімінде бас сарапшы болып істейді. Өте жақсы жұмыскер, логикасы жақсы, математика хороший. Хотя андай отдел кадрда істесе де, бүкіл жұмыспен, сұрақпен осы Гүлбарат Айтбаевнаға келеміз. Соны сіздердің құдағиларыңыз өте ақылды, өзі умница, красавица дейміз ғой. Сосын айтатын дегенім, балалары сондай тұр. Бәрі жасуанды айтсақ, колледжде оқып жатқанда қалай бітірген қызыл дипломмен бітірді. Сонда өзіміз тағаларымыз, кім шынар, қызыл дипломмен. Енді Тавильскіге келсек, бірінші класты бітіргенде чисто 5-пен бітірді. Әлі 5-пен оқып жүр. Сондай балалар, сондай семья. Ақылды, өте интеллигентный семья, деп айтуға болады. Енді оларға келсем, айтып отыр ғой бәріміз, шынаға ұқсайды. Туыстар сияқты енді, былай қарасаң. Солай туыс бола берсін. Гүлбарат Айтбаевна айтады ғой, келін келгенде бақытты боламын демей, осы семьяны бақыт қылам деп келеді. Сол енді осы семьяда тек қана бақыт болсын. Бақыт ішінде бәрі бар, денсаулықта бар, ақшада көп болар, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Гүлбарат Айтбаевна енді былай не айтайын тағы. Қатты сөз айтуды, андай неде істесе де, отдел кадрда айтады ғой, сондай грубый болады. Ондай жоқ, бірінші құдалар айтады ғой, сондай жақсы деп. Сол жақсы болады деп ойлаймын. Енді Айсұлу құдағиға қарасам, жаңа бірінші келгенде айтты, полковник деді. Мен полковник қызымын. Мен папам тұрып полковник болған. Өте жақсы, өте әдемі. Екі құдағи да бір-біріне сай, әдемі, екеуі де жас. Осы екеуіне екі құдағиға келетін баланың қызын көре берсін, тоймасын қызықтарын. Жылда осылай Астанаға, жылда 1-2 рет келіп тұрмыздар. Бізді барайық, мен құдаларым Таразда и Түркістанда. Шымкенттен туда-сюда ездеймін. Жақсы жер, өте жақсы құдалар.
Bugün aytadımız, Mina'da Южан деп, енді жақсы көреміз Южандарды. Внучкам бар, Южная внучка деймін өзім. Енді, вообще, ауырға қарасам, енді ақылды бала сияқты, былай қарағанда әдемі, ақылды, оқу бітірген, көрініп тұр, сондай білімі бар. Айтады ғой, білімі бар екені көрінеді деп, интеллигентный тоже. Енді, бүкіл атасы, әжесі аман болсын. Осылай қысықтарын ортамызда көре берсін. Жеп отқан майы мен еті сойдікі. Жаңа Бақтығұл Құдай айтып отыр, қандай дәмді май деп. Жеп жатыр шаймен ішіп. Осылай дастархандар дәмді болсын. Тек қана қызыққа жайылсын. Сұхбатта айтпаймын үйімде, тек қана қызық болсын. 20 жылда Алла жазса, қандай той деді? Бесік той. А у нас называется колжа той. Приезжают одни женщины. Ну, мы всех вас приглашаем. Как молодец! Алла бақытты болсын. Біріншіден сонау жақтан келіп жатқан құдаларға қадамдарыңызға білдірсін. Әрдайым осылай жақсылықта, кең дастарханда кездесуге жазсын. Бағдаттың анасы мен әкесіне мың бір алғыс. Осы кісілердің арқасында осы Бағдаттың жайына гүлдеп жүргені. Анасы бар адамдар қартаймайды дейді ғой, сондықтан Бағдат қартаймай осылай ойнатып жүреді. Әрдайым күннен күтпесін. Мынау 2 жас бала-шаға бақытты болсын, балалар қадамдарынан үмітін. Мынау аңсаған арманы Бағдаттың осы жасұланым үйленсе деп жүреді. Неге сұлбасатын сонда айтатыныз жасұланым үйде жақсылық көрсем деп армандайсың. Сол жақсылығымды бүгін болып жатыр. Аллаға шүкір, тәуба. Осы екеуміз қызымызды да, қуанышымызды да бірге бөлісеміз. Әрдайым қасымда сол жақсылық болсын, кішкене қобалжып тұр. Біздің балаларымыз кішкентай болғаннан доспыз. Батиманың жалғыз қызы бар, актриса, театрда работает. Несі күйеу баласы да актер, Сұлтан Бейбасында да ойнайды, рөлдерді ойнайды. Бұл қыз жалғыз қызы бар, сол қызының бәрі қызықты Ақтөбеге тұрмысқа шыққан. Сол құдалықтан бастап бәрі жеке біргеміз, бәрі осы балалардың қызықтарымыз бірге көріп жүрміз. Енді Алла жазса, ол немере, шөбере болса бірге келіп қойды. Енді бесік той болсын, осы шаңырақта тек қана жақсылық болсын. Бағдаттың балалары өте тәртіпті, тәрбиелі. Сіздер жақсы құлағы тез болдыңыздар. Бәрекелді, ел деген тірек қысқа да қысқа. Бәрекелді, мұна бірде асыба осылай тірекке шақырған ғой қонақтарды. Сонда шақырып тұрып, ең қысқа сөйлеген адамға мәшінені кілтіп беріп деп бұлаңдатқан ғой. Сонда арасынан бір апамыз шығып, той құтты болсын депті. Соны асыба, о апамына кілт сізге бұйыратын болыпты берейін деп жатса, арасынан бір жеңгеміз шығып, құтты болсын депті. Қолын еместетпей жаңағы апамыздан кілтті алып, жеңгемізге беріп жатырса, арасынан тағы бір жастау жеңгеміз шығып, үйден әкелген кәліметті той иесіне апарып тұрып, мәх депті ғой. Сол секілді міне, қысқа да нұсқа сөйлеген, ең аз сөйлеген, қонағымызға да бір тойдан тойдан през болсын, иә? Кетпеңіздер. Апалар, кетпеңіздер. Той жерге ойын ұйымдастырғанда жөн көріп жатырмыз. Ол үшін қасыма Гүлбардан апаны шақырайыншы. Келіңіз. Келіңіз. Енді жаңа құдалардың арасынан шығарған жөн көріп жатырмын, көп жағын. Енді 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл орнасқан жұптар топ берсеңіз маған. Көп жұп болса жетеді. Кім шақырамыз? Екі сайытты жанға. Құрамада, ақтайын атаңыз бейшанды бар. Бәрекелді, құда жағын біздің Гүлбардан апамыз бербейтін секілді, ол үшін міне, Айсұлу
құдағиымыздан сұрайын. Енді ойынға 4 ерлі зайыпты жандар. Енді құдалар жағынан шығарайық деп жатырмыз. Ерлі зайыпты жандар болса. Кімдер шығарамыз? Ерлі зайыпты жандардың аттарына достарыңызды орта қойып шақырып алып. Сабыр мен бақыт гүл дейді, бар ма? Бар ма екен? Сабыр мен бақыт гүл дейді, шығайықшы ортаға. Қошемет болсын. Сабыр бақыт гүл дейді. Бәрекелді, келесі, екінші жұпқа. Сәкен мен Нұрсұлу дейді, шығайықшы. Бар ма екен? Сәкен Нұрсұлу дейді. Сабыр бақыт гүл дейді. Бар ма екен? Шығайықшы. Келіңіздер. Шығайық. Бәрекелді. Келесі үшінші жұпқа кімді шақырамыз? Бар ма? Кімді шығарамыз? Кімді шығайықшы абай? Ерлі зайыпты жандар, шығайықшы ортаға. Келіңіздер. Бұрын қарамасы. Келіңіздер дайын болады, келіңіздер. Азамат Динара дейді, бар ма? Келіңіздер. Бір атамыз айтты деген бүгін кемпірлер менің үйімде, мен де бір кімнің үйінде деп. Атамыз қайда? Келді ма? Бәрекелді. Керемет. 4 жұп шықты ғой. Керемет, енді ойынның шартымен таныстырайық. Ер азаматтар бір жағына тұрайық. Шығайықшы бері қарай. Ер азаматтар. Бой қарап тұрайық. Әйел азаматшалары бой қарай шығайық. Келіңіздер. Жеңгелерімізді шығарайық. Сәл кейінірек тұрсақ, себебі халық көрсін, қонақтар баршасы көрсін. Әркім өзінің жұбының қатарына тұрдым, артынан айдай болып көшірмесін. Бәрекелді, ойынның шарты бұлай. Сіздерді теріс қаратып қоямыз. Әйел азаматшаларға барып деп дыбыстатамыз. Сол кезде кімнің әйелі сол ұрылып қарауы тиіс. Түсіндік пе? Одан кейін жеңгелерімізді сынайтын боламыз. Түсіндік пе? Бәрекелді, кейін қарап тұрайық. Ойын барысында тағы да түсіндіре жатармыз. Теріс қарап тұрайық. Сіздер де теріс қарап тұрайық. Бәрекелді, ағаларымыз дайын ба? Дайын ба? Сіз өзіңіздің ұңыңызды дауыңыз керек қой. Басқаларын қайтесіз, өзіңізді дауғалыңыз. Бәрекелді. Кет. Кімдікі? Сіздікі ма? Қараңыз. Дұрыс па? Ай, бәрекелді. Ағамыздың жүрегі тіреліпті ғой. Кеттік. Теріс қарап тұрайық аға. Тағы да теріс қарап тұрайық. Кімдікі? Кімдікі? Ал қарай, кімдікі? Мәссаған. Сіздікі ма? Бұл сіздікі емес, бұл дастандікі. Кеттік, жалғастырайық. Кімдікі? Вау! Керемет. Мәссаған, үшеуі қарап отыр сізге. Үшке бөлінесіз ба? Бәрекелді, кеттік, жалғастырайық. Кімдікі? Тағы да. Ағамыз жота қарады ғой. Кімдікі? Ешкімге керек емес па?
Жақсы, жалғастырайық. Кімдікі? Кімдікі? Мәссаған, сіз ешкім керек емес қой. Мен үйге барғасын дұрыстап сөйлесесіз. Кімдікі? О! Сіздікі ма? Екеуі бұлмады. Ол? Күлеміз. Ал күлеміз. Ағамыздың сұрауы бойынша. Тағылар күл жібөкші. Кеттік. Ал. Деді ал. Кімдікі? Кімнің күлкісі? Апамыздың рөлі жақсы екен, е? Бәрекелді. Жалғастырайық. Күлейік. Ал. Жаңа тау болған адам қайда? Күлкісінен тау болған адам қайда екен? Бұрмай шаққа. Сіздікі ма? Екеуі бар оғады. Жарай. Бол. Кет, күлейікші. Жалғастырамыз. Күлейік. Растрелі шоқ күл жуылды. Солдарға қау болды. Ай, бәрекелді. Кереметтен ағаларымызды тексердік. Енді жеңгелерімізді тексерейік. Кет, жеңгелер теріс қарап тұрамыз. Ойбай, әйел керек екен білем. Бірақ бері қараңыздар. Сіздер де дейсіздер. Күлесіз ба? Кеттік ал. Кімдікі? Тағы да. Кімдікі? Ешкімге керек емес па? Кеттік тағы да. Мяу! Мяу дегенсің, конечно, таныйм. Сіздер ерекше айтыңыз олар семейный дыбыс қой дейме. Бәрекелді. Тағы да. Деңіз. Кімдікі? Ана қараңыз. Бұл ешкімдік емес, бұл бойда ағайын. Бұл ешкімдік емес. Мен ғой дыбыстаған. Кеттік тағы да. Мынау ақшау ма, Сіздікі бар? Екеуі бар, үшеу, төртеу бар отыр сізде. Сіздің даусыңызға сынып отыр бәрі. Бәрекелді, тағы да. Ал қарамай көрсем. Тағы да. Ағамыз өзінің күлкісіне сенімді болып айтқан екен ғой жаңа. Теріс қарап тұрайық тағы да. Соңғы рет. Кімдікі? Күлейік. Кімдікі? Мәссаған. Ағамыздың әлі рөлі ойнап тұр екен. Бәрекелді, керемет, енді бір-бірімізге қарайық. Бері қарайық. Бері қарайық. Сіздерге 4 көліктің түрін ұсынам. Жылқы, ат, кешіріп түсірейік. Жылқы, түйе, жираф, есек. Қайсысын таңдаймыз? Жылқы. Жылқы дейді, керемет. Сіз? Бізде бір-ақ жылқы. Түйе, жираф, есек. Есек па? Бәрекелді. Жираф, түйе.
Сізге жирап жібереді. Сізге түйе, жарайды. Керемет, жылқы ғой. Ендеше өздеріңіздің, міне жылқыңызды айыр. Өздеріңіздің таңдаған көліктеріңізбен жарларыңыздың маңдайына сүйіп алып келесіздер. Келістік па? Аға тоқтаңыз. Мына жерде ат қалып қой. Атқа мінсеңізші. Ал міне. Керемет музыка болсыншы. Ал кет ағамыз. Маңдайынан сүйіп. Қашаннан бері сүймеген маңдайға. Ой, бәрекелді. Жарайды, түсіндім. Сіз атына келе жатсыз. Апамызды сүйретіп алып жатсыз ба қалай? Ай, бәрекелді. Керемет. Сізде есек. Кет, есекке міне. Стоп. Сіздің есегіңіз кішкентай екен. Бір секіріп мінейші. Ал кет. Жеңгеміз бар болып кетейік. Маңдайынан сүйейік. Атымыз болып кетейік. О, міне есектің жүрісі боласы. Есегінің міне бейне барды. Маңдайынан сүйейік жаны. Вот алдар көсе. Бәрекелді. Әйеліне деген не деген құрмет деймін да, өзі түсіп әйелін отырғызып жетектеп алып келді. Ой, керемет. Жирап па? Жирапқа мінесіз ғой енді. Бір тойда ағамыз құрық салған басына. Жібін ақтырып. Онда бірінші пальмаға мінейік онда. Не қылса да мініңіз енді. Кет. Мінбейсіз бе? Жирапқа мінсеңізші. Аспанға қарайды. Мінейік сонда да. Жоқ, жирап тәуекем білем. Сіз де дәусіз. Мінесіз. Мінейік. Басқа нәрсе бар ма? Жарайды, жетектеп отырайықшы. Кет. Өз қаласы билет басын шығамыз. Жирап көзге көңіз алып көріңіз. Лақтырыңыз. Бәрекелді соңында бізде қандай? Түйе ма? Кеттік түйеге мінейік. Ағамыздың түйеге мінгенін көрейік. Сөйлен. Дұрыс. Түйеге келе жатыр ағамыз. Ой, алшан басып келе жатыр түйе. Маңдайынан сүйіңіз, маңдайынан сүйіңіз. Аға! Ал кетті. Енді түйеге ұқсады, ә? Ой, бәрекелді. Бара жатқанда, рахмет. Жаңа бара жатқанда түйенің жартысы болып барып едіңіз. Қайтарда түгенделіп қайттыңыздар. Керемет еді, рахмет. Той иелерінен жақсы сыйлықтар болса, ойынға қатысқан жандарға табыстайық. Келіңіздер. Қошемет болсын.
бәрекелді осы ойынға қатысқан аға жеңгелерімізді ортаға бір махаббаттарыңыз баянды болсын деген ниетте бір аяла әнін орындап берейін. Вальс би дейікші. Бола ма? Ортаға шығып вальс би. Hoş geldinizler. Kümden basmayız. Енді ер азамат әрине көшбасы ер азамат болғаннан кейін ағамызға бірінші сөз берейік. Мархабат. Что, нормально? Еще я нормально. Соглашайся. Потом скажу. Даша. Ислам. Что я сказал? Что чисто? Яслан, давайте семейное счастье, вместе впереди жизни. Выйти до последнего срока. По всему то, что сказали, присоединяйтесь. Что это делать? Яслан, дальше дальше себе побольше детей. Сейчас сидим здесь, полагал. Вот сам. Вообще нету слов. Я вообще в шоке. Если что, не могу отойти от этого шока, короче. Если честно сказать. Короче, сейчас я в шоке.
Я тебе желаю, ты молодец. Я думал, он попозже когда-то женится. Когда он женился, я вообще в шоке был. И вообще он не показывал, что женился. Я думал, он не будет вообще жениться. Хотя бы до 35 скажу тебе, ладно. А сейчас вижу, он женился. Я его Джасика по-своему люблю. Он по-своему характер. У него характер свой тоже. По-своему двигается. Вообще. И честно сказать. Короче, Джаз, давай. Молодец, красавчик. Главное, давай, держи его нормально. Гоняй по ходу. Вообще молодец, он красавчик. Я вообще с ним всегда общался, как по-своему. Как мне, как походу, как своему сыну, так и к нему общаюсь. Он меня уважает, я его уважаю. Хотя его дядька все равно. Молодец, Настя, давай. Просто то, что молодец, что Лаура его нашла, походу, поймал красиво, да? Какого пацана поймал? Вот. Если поймал, так воспитывай его. Красиво. Так что давай, Джессик, двигайся. Дальше. Обиды нету, есть что. Я не обижаюсь, я наоборот рад, что ты его там, походу, тоже понял. Его друг друга. Любовь, наверное, да, точно? Реально. Реально любовь, да? Ладно, давайте. Ты маму даже прикалывался. Нет, это реально. Жаслан там. Не ожидал вообще. В шоке. Последний в шоке. И вообще чемпион, когда сказали, вообще в шоке. Красавчик. Давай дальше двигайся. Не в обиду. Вообще есть подарок с меня. Я сейчас подарю. Дальше. Құданың жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. Осы құдалармен 10 жылдық болып, осылай бір-бірін сыйлап, осылай мол дастарханда ойнап күліп жүре берейік. Беттерінен күлкі кетпесін, осы екі жастың қуанышқа тоймайық. Жастан Лаура, сіздерге тілейтін только бақыт, мөлдір махаббат, бірін осылай сыйлап, өмір бойы сыйлап өтіңіздер. Самый главный бақыт деймін, осы құдалар осы жастардың қуанышына тоймайық. Өте қуаныштымын. Менің апамның жена не исполнилась у моей сестры. Дочку выдала, сына женила. Самое главное, біздің міндетіміз қыздарды қияға беріп, ұлды ұяға берген біздің міндетіміз. Енді апам менің міндетімнен құтылды. Мен өзім екі қызым тұрмыста, олар ұлым үйленген жоқ, енді мен де сол арманда жүріп, қашан менің ұлым үйленеді. Енді мен ойлаймын, апамның менің арманы орындалды. Енді самое главное, немере сүйсін, шөбере сүйсін, осы апам бақытты болсын. Бүкіл, енді жалғыз апам ғой, бүкіл осы бақыт не бар өмірде осы апама тілеймін. Мен әке шешем отыр, әке шешемнің денсаулығы мықты болсын. Осы біздің балапандардың қызына тоймасын. Немере сүйіп жатыр ғой, шөбеден де сүйіп жатыр. Енді солардың қызыққа тоймасын. Сіздерге де құдалар осылай қуаныш бола берсін, самое главное. Ойын қайғы болмасын, қуаныш болсын. Осылай мол дастарханда ойнап күліп кездесе берейік. Сіз біз де келіп жүреміз екі ортада. Енді бақытты болайық. Екі жас бақытты болсын, самое главное. Құрметті құдалар, сіздерді қаранарыңыз болсын, жолдарыңыз ақ болсын. Міне, мынау арнамыз орындалып жатыр. Барлығына келіп, осы жастар өзіңді аяма, үйлерге қаралатын қаса етмейді. Міне аяқ астынан тапты, жасын отырғандай. Жай, үйленді. Енді махаббат
Кыргызстанга Кыргызстайда решили Грузия, атамыз Ашим Запад болсын, мен басқа немелердің қызықтары көп келе жатыр, ағайда көбейерсін. Теңдеріңіз сау болсын, қостақан осындай тойған жайына берсін. Сіздердің де жақтарға әке-шешелеріңізге рахмет, біздің сәлем айтыңыздар, той жақсы болып жатыр. Той ары қарай жалғаса берсін, бұл соңы болмасын, басы болсын. Басында қандай құдалар келеді, ары сондай болады деп, бізде басында құдалар жақсы келді, бұлдақтың, ұлянымыздың. Солай бізге де жақсы болсын, өміз үлгені. Дүниеміз сау болсын, жақсылықтарымыз десін. Тілектеріңіз қабыл болсын, одан кетпей той иелерімен жақсы естелік сурет жасайық. Ортаға бір 3 әйел азаматшасын шығарып берсеңіз. Бірағыдай, бұлақта мектеп сабақты 3 оққан бір авторитетін можете болады ғой. Сондай жағдай бар ма? Келіңіз. Gelіңіздер. Той иесінің сұрауымен осындай ойынды ұйымдастырайын деп жатырмыз. Енді ойын шарты былай. Мен қазір ламбада деген кезде бір-біріміздің артымыздан келіп айналып ламбада билейміз. Мен общий дискотека деген кезде ортаға общий дискотека билейміз. Үйге қонақ келді деген кезде әрбіреуміз бір-бір қонақтан алып шығамыз. Түсіндік па? Түсіндік па? Акен дегендеше ең бірінші ламбада. Кетті, баясыра. Айдау! Үйге қонақ келді. Үйге қонақ келді. Әңгіміз бір адам алшыда. Үйге қонақ келді. Әрекеті орнына общий дискотека билейік. Ап, кетті. Ха! 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 Ламбада. Ламбада кеп жалғастырады. Біріміздің артымыздан келейік. Ха! Ха! Ламбада. Ха! Үйге қонақ келді тағы да. Үйге қонақ келді.
Adamın alışına. Böyle güzel. Böyle adamın alışına. Alışına, alışına. Alışına. Gelin. Alguém vai falar hoje? Discoteca. Ama oyunun adı kim bilir? Bilemiz mi? Bu oyunun adı City Boy Marketing deb ataladi. Endi shekilli boshamiz oldida har bir birga anga shaxslab biylab olaylik. Ket qilib birga. Chaqab qo'yadigan narsa beradi. Осы бүгінгі тойдың иелері мамамыз Гүлбағдат мамамызға және де Жасұланның апасы Шынар мен жездесі Дастанға және сіңлісі Тамириске және де Аят және Тамирулар дейтін жандарға сөз кезегін бергенде жөн көріп тұрмыз. Келіңіздер. Өзіңіздің айтатын алғыстарыңыз болса, жүрек жарды тілектеріңіз болса, арнай отырыңыздар, сіздерге кезек беремін. Мархабат. Құрметті құдалар, жиналған қауым, бүгінгі құдалық тойы құтты болсын, адамдарымыз құтты болсын. Келгендеріңізге көп рахмет. Құдалықтарыңыз 10 жылдық болсын, ешқашан айырылмасын. Ал жастарға тілейтін ең басты зор денсаулық, мол бақыт, махаббаттардың мөлдір болсын. Ешқашан ауыспай, осылай әдемі болып, екеулеріңіз қол ұстасып жүре беріңіздер. Екі жаққа да бірдей болып, сыйлап, әке-шешелерімді, туысқандарымды, барлықтарын сыйлап жүріңіздер. Сол барлықтарыңызға тілейтін зор денсаулық, мол бақыт, дастарханымыз тек жақсылыққа жайылсын. Арамызда осындай үлкен ата-апалар жүре берсін, біздің қуанышымызға тоймай, арамызда ешқашан ауырмай осылай жүре берсін. Сол барлықтарыңызға амандық тілеймін. Құрметті құдалар, Астанаға мұқтарыңызға қош келдіңіздер.
құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Осылай Жасұлан мен Лаураның арқасында Шымкент Астана деп жүре берейік, сыйласып жүре берейік. Ең бастысы осы ата-әжелеріміз, Шымкенттегі ата-әжесі, біздің ата-әжелеріміз, үлкендер аман болсын. Үлкендер аман болса, жастар тәрбиелі болады, үлгі алады. Осы сіздер уайымдамаңыздар, сіздер іске құдаларымызға көптеген рахмет, Лаурамыз ақылды, әдемі, осы біраз танысып жүрміз, сөйлесіп жүрміз. Тек қана жақсы жақтарын көріп жүрміз. Біз Лаура үшін уайымдамаңыздар, біздің жақта келін деп атамайды, өзімнің ата-анам да айтып кетті, бізде қыздай қарайды. Сіздер өсірдіңіз, ары қарай енді біздің мамамызға болса, біз бәріміз бірігіп көмектесіп, үлкен отбасы боламыз деген үміттенеміз. Лаурамыз құтты келін болсын, Лаураның аяғымен тек бақыт келсін, үйге балалар сәбидің дауыстары келсін, үлгілі семья болсын, осы сіздердің жолдарын келсін, жас үлкендердің. Ең бастысы осы жастар бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, балалары көп болсын, той-тойға ұласа берсін, қателіктеріміз, кемшіліктеріміз болса ренжімеңіздер. Енді әр елде айтып отқандай, әр елдердің салты бар, дәстүрі бар. Мен ұмытып кетсек, біз бірінші рет осындай той жасап жатырмыз, көбісі қыздарды беріп жатыр деп ағаларымыз, апаларымыз айтып жатыр. Енді осы тойдың басы болсын, тек қана ең жаман той деген осындай болсын. Болашақта осылай тойға ұласа берсін. Рахмет. Жасұлан, Лаура, құтылыз, бақытты болыңдар, бақытты махаббат береді. Осы бірінші тойларың болсын, тойларың қоса берсін. 2 бастар, 3 бас болсын, 4 бас болсын, 5 бас болсын. Қуанышты деп, ең бастысы. Сол, ең бастысы денсаулықтарың болсын, бақытты болыңдар. Жасұлан, Лаура, бақытты болыңыздар. Балаларыңыз көп болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. 100 жыл өмір сүріңіздер. Амалия, Лаура келсе, бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. 100-ден асып жүре беріңіздер, ешқашан ауырмаңыздар. Жасұлан, Лаура, бақытты болыңдар. Өмір өзен, жүзе біл. Махаббат келсе, күте біл. Өмір әдемі баспалда, сүрінбей одан өте біл. Осы екеуін қостасып, осылай өмірдің әдемі баспалдарынан сүрінбей өте біліңдер. Бақытты болыңдар. Біз соған сізге көмек болайық. Енді құрметті қауым, осы бүгінгі күнді атқарып отырған менің ата-анам, осы кісілер аман болсын. Осы кісілер аман болса, біз қартаймай, ойнап, билеп, күліп жүріп береміз. Осы кісілер дені сау болып, ұзақ өмір сүрсін. Осы менің бірінші тілеуім. Енді осы кісілерге көп рахмет. Бәрі балаларының тойларын осы кісілер өткізіп жатыр. Мен өзім жалғыз ондай істей алмаушы едім. Енді көп рахмет. Менің құдаларыма, алтын құдаларыма көп рахмет. Осы жерге жиналған тек қана жақындарым, ешкімді қосқан жоқпын. Туыс деген көп қой, бірақ та шын туыстар осы жерге отырған кісілер. Екіншіден өзімнің бауырларыма, Азамат, Динара, Гүлбақыт, осы кісілерге көп рахмет. Менің айтқан тілдерімді тыңдап, бәрін не айтам соны істеп, жастары келсе де мені тыңдап жүреді. Көп рахмет, басымды бәріне ием. Енді Дастан, менде күйеу балам емес, Дастан балам.
неше күн бәрін ұстап қасымда жүгіріп жүр. Айтсам бала сияқты ананы істейді, мен дұрыс істемесем маған дұрыс істемейді, жүгіріп жүреді, істеп жүреді. Дастанға білмеймін, менің балама көп рахмет. Осының тәрбиесі, құдағиым тәрбиесі, осы кісілерге басымды ием. Осы жерде сіз ана жақ алыс жерден келдіңіз ғой, бізді білмейсің, сол бәрі сырымды сізге айтып жатырмын осы жерде. Бірдеме дұрыс істемесек, бізді кешіріңіз. Бір жерде қате болса, кешірім сұраймын, құдағи. Ар жақта атаға, әжеге үлкен сәлем бізген. Біз Томирис екеуміз осы Жаслан үйленеді деп скоро күтіп жинаған бір комнатамыз бар Астанада. Сол комнатасын кілтін беріп, не істесе де сол істесін, сатады ма, сатпайды ма өздері біледі. Сосын шотында бір депозитім бар. Сол депозитімді сол тапсырамын. Өздері не істесе сол істейді. Не Томирис. Желаю счастья в этом мире большом, как Бәрекелді, қашан тілек айтып болдық па? Қорытынды тілек айтып па? Мына жалпы жастар үйленгеннен кейін, әрине бір жылдан кейін одан аса болсын өмірге сәби келеді. Мына қазақта жақсы менталитет бар. Жастардың алғашқы баласын, алғашқы немересін бауырда ата-әже басатыны белгілі. Сол секілді бір жастар үйленген екен. Сөйтіп, бір жыл өткеннен кейін балалы болады. Сөйтіп, ата-әжесі, алғашқы немересі ыстық болғаннан кейін бауырына басқан екен. Сөйтіп, үнемі жатарда да қасына алып жатады екен. Сөйтіп, бір күні келіні ұйықтай алмай, атасы мен енесінің есігін қағып тұр дейді. Енесі барып ашса, келіні келіп тұр екен. Әй, келін, не болып десе, бала кімнен туды? Соның қасында жату керек деген ғой. Сонда жаңағы енесі көп ойланбастан жарайды, баламды бердім, енді менің баламды өзіме бер деген ғой. Содан кейін түн болады, бір болады, екі болады, үш болады. Жаңағы келін ұйықтай алмайды, қайтадан келіп есік қағады дейді. Енесі ашса, ай келін не болды десе, ауыстырайықшы депті ғой. Сол секілді пайғамбарымыз айтқан екен, менің үмбеттерім өзіңдер, көбелектер, өліңдер, мен ақыретте сендердің көптіктеріңмен мақтанайын деген екен. Сол секілді бүгін қуаныш, бүгін той жуып алсын, жуып жүріп ағалар қуып алсын. Алғашқы немересі сіздікі болады, қалған өздері туып алсындар бір болса ғой, иә? Бәрекелді, мына тойдың басынан бері осы жерде шынар әпкеміз менің қыр соңымда қалмай жүр енді. Ол әрине тойдың жақсы өтуі жағына ойындап жатқаны белгілі. Жалпы тойдың иесі нені ойындайды? Тойдың иесі ең біріншіден тойға келген шақырылған қонақтың барлығы келе ме екен деп ойындайды. Келген қонақ бірдеңе бере ме екен деп ойындайды. Балалар шашу тере ме екен деп ойындайды. Келген қонақ тойдан бір нәрсе түйе ме екен деп ойындайды. Сыйлықтарын үйе ме екен деп ойындайды. Сыйлық былай тұрсын, мінгізетіне түйе ме әлде бие ме екен деп ойындайды. Төрін қонаққа тола ме екен деп ойындайды. Тойым жақсы бола ме екен деп ойындайды. Той иесі ойындайды, асаба тойды жақсы өткізе ме екен деп, официанттар тамақты уақытылы жеткізе ме екен деп. Той иесі ойындайды, барлығы орында тұра ме екен деп, бізге ойын бұра ме екен деп, халық қошемет қыла ме екен деп. Асаба да ойындайды, осынша айқайлап сөйлеп тұрғанда, маған да бір шапалақ ұрған екен. Бәрекелді, той иелеріне не айтамыз? Менің де асқана тілегім бар. Алыңыздар кәмді болсын астарың, бір болайық уақыт деген қасқабым. Анда-санда тек көшеде кездеспей, осындайда қосылсыншы бастарың. Қуаныштың көріп жүрміз талайын, айтыңдаршы бұны неге балайын. Қызық күндер таба берсін жалғасын, тойларыңыз тойлансын ағайын.
күлімдеңдер төтек беріп түнекке, отбасыда айналыңдар тілекке. Тілегімнің ең мәнісін айтайын, бір Құдайым иман берсін жүрекке. Аяқасты алқымыз кеңейді, жанұя болып қалыптасың мерейлі. Ендеше осы жерде тұрған барлығына төзіп, сіздерді қонақ қылып шақырып, қарсы алып жатқан анамызға да бір өлең оқиық. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, ананың биік тұғыры анадан туған барадан, пайғамбарымыз Мұхаммед ананы биік санаған. Елдегі баланың бір борышты, елдегі барлық балалар деп бір болса қояқшы аналар үшін. Бәргені жастарға не айтамыз? Бар болыңыздар, нар болыңыздар, осы әулетте немере шөбере шөпшек пен аралайтын болыңыздар дейді. Бәрекелді, ортаңызға жайғасаңыздар болады. Бүгінгі кешіміздің соңына да таяп қалған екенбіз. Осы бүгінгі кешіміздің батасын беретін бір ақсақал жанынан бата сұрайық. Бүгінгі басымыз қосылып, тастардан бізді басымыз қосылып, құдағиымыз бар, құдағымыз бар, мұсылмандарымыз бар, ескі құдағымыз бар. Осы мынау елген асымыз қабыл болсын, осы тойларымыз қабыл болсын, арасында жақсылық болсын, жақсылықтың осылай кездесуге Алла жасын. Насыбыз осылар берсін, арасында осы жастардың арқасында бәріміз осы қызық тойлардың бәрін өткізіп, Алла осылар беріп отыр ғой, соларымыздың көріп отырмын. Мынандай үлкен құдағымыздың, одан кейін құдағаларымыздың бәрін мен көріп отырмын. Мен соған Аллаға сабыр болып, Алла соған көбейте берсін, ұрпағын көбейе берсін, Алла тілегенін қабыл берсін, рахмет болсын, осыдан қабыл болсын, Алладан рахмет пайғамбарым не берсе қайырымды. Әумин, ата енді жаңа ағамыз адаммен бата бердім ғой. Сіз де құр қалмаңыз. Жасыңыз қаншада? 75. 75-те. 75-тен 7 өтіңіз, 80-ден секіріп өтіңіз, 90-дан 9 өтіңіз, 100-ден 100 өтіңіз. 115-ге барғаннан кейін әрмен ердіңіз дейді ғой. 115 жете ма ата? 115 жете ма? Аз ба? Әумин деп қояйықшы. Бәрекелді балаларыңыз қабыл болсын. Ендеше сіздермен бүгін кездескеніме қуаныштымын. Менің де қызметім осымен аяқталды. Жастайымнан талай тойды тойлаппын, ол орайда тек жақсылық ойлаппын. Меніменен таныс болдым ендеше, атым Қайсар, руым адай ойдақпын. Рахмет сіздерге. Келесі жақсы күндерде кездескенше. Рахмет, сау болыңыздар.